Сәлем, оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін бізде отбасылық демалыс. Маңғыстаудың керемет жерлерінің бірі, тауға барамыз. Менің каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше мен бірге саяхаттаңыздар. Кеттік. Біз міне жолға шықтық. Отбасымызбен. Яқта екі ініміз бар, көрінбей жатыр. Сабыр, сырым. Сәкен мен Сырым. Не біздің мынау қаланың сырты. Бізде әлі 2 машина бар, 3 машина болып жолға шықтық қазір. Алдымызда автоцион бар, сол автоционда кездесіп барлығымыз бірге жүретін боламыз. Шүкір, ауылына кіріп келе жатырмыз. Қаланың шетіндегі үйлер, ауыл. Қошқар әулиесі. Маңғыстаудың керемет табиғаттарының бірі дөңгелек шарлар, болмаса дөңгелек тастар деп аталады. Далина Шаров. Осы біз 3 автокөлікпен келдік. Қазір мен сіздерге осы жердің тарихымен таныстыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қанекей, кеттік. Тіршілік, табиғат оянып, жерде тасбақалар. Қараңыздар, қандай керемет. Далада дейтін шөптің иісі дейтін бұрқырап кәдімгідей керемет болып тұр дала дейтін. Жанынан түсіре ғой. Жанынан тастарды қарай келейік. Өте жақсы, керемет. Ауылдың тұрғыны бар екен аяқта. Ауылдың тұрғыны сұхбат алып жүрейік. Осы жердің тарихын сұрап. Келшіш. Астана арнасы телевидение. Торш алқабы Маңғыстау облысының орналасқан Ақтау қаласынан шамамен 100-150 км қашықтықта. Яғни Маңғыстау ауданы аумағындағы Таушық ауылының маңында орналасқан. Жалпы бұл жерге бару көбінесе жол талғамайтын көлік қажет, себебі соңғы бөлігі дала жолы. Яғни бұл тастар қалай пайда болды дегенде, ғалымдар нақты бір пікірге келмеген, бірақ негізгі ғылыми түсінік қалыптасты. Жалпы тастар конкреция деп аталды. Олар миллиондаған жыл бұрын шамамен 20-180 миллион жыл пайда болған екен. Бұрын бұл жерде ежелгі Тетис мұхиты болған, яғни теңіз түбінде минералды бүрнектер жиналып, қабат-қабат болып қатқан. Уақыт өткен сайын тасқа айналған екен. Яғни олар бірден шар болып түскен жоқ, ішкі ядроға айналасында қабаттар жиналып өскен екен. Неге пішіндер дөңгелек дегенде, тастардың ішіне ядро, яғни орталық болады. Соның айналасында минералдар біркелке жиналып, сол себепті олар шар, жұмыртқа, саңырауқұлақ сияқты пішінге келеді. Бұл процесс қардан жасалған аққала сияқты сырттан қабат қосыла береді. Ғылымнан бөлек халық арасында мынандай аңыз бар екен. Жау әскері келгенде, яғни халық дұға етеді. Сол сәтте жау тасқа айналып кетеді екен. Сондықтан да кей адамдар оларды тасқа айналған жаулар деп атайды. Жалпы қазіргі уақытта Торыш туристік орын ретінде, яғни шарлар алқабы деген атаққа ие. Мыңдаған шар тастан бір алқапқа шашылып жатыр. Яғни бұлардың диаметрі бірнеше сантиметрден 3-4 метрге дейін жеткен екен. Неге туристер осы жерге келеді дегенде, яғни бұл жерде ерекше пейзаж, Марс сияқты көрініс бар. Фотосессия, дрон түсірілімдері геологиялық қызығатындар үшін маңызды орын болып саналады. Бұл жер Маңғыстаудағы ең танымал табиғи туристік нүктелердің бірі. Яғни
қорғау мәселесінде кейбір адамдар тастарды алып кету жағдайлары да болған екен. Бұл табиғи мұраға қауіп төндіреді. Осымен біздің Торыштағы сапарымыз аяқталды. Бұл жерде теңіз болған, теңіздің орны. Келесі екінші локациямыз Айрық тауына барамыз. Бізбен бірге болыңыздар.